Әр қазақстандықтың басына 9.000 доллар қарызы бар дейді. Ол рас па? Және Қазақстанның сыртқы қарызы шын мәнінде қанша? Фирмааралық берешектер деген не? Үкіметтің қарызы қандай? Қандай қарыздардың жалпы біздің елімізге пайдасы бар, зияны бар? Сол туралы бүгін айтатын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге халықтың мақсаты. Біз бүгін Қазақстанның сыртқы қарызы туралы айтатын боламыз. Осы сыртқы қарыз туралы айтылған кезде халықтың арасында өте көп сөздер айтылады. Әрбір жан санына, әрбір адам басына, тіпті кішкентай жүргектегі сәбиге дейін сыртқы қарыз, сыртқы елдерге 9.000 долларға дейін, 8.000 долларға дейін қарыз екеміз деген сөздер айтылады. Және де бұл сөздер тек қана халықтың арасында ғана емес, сонымен қатар тіпті депутат азаматтардың өзі де көптеген сөздерінде айтып жүреді. Мен бұл жерде айтқым келеді, экономист ретінде сыртқы қарызымыз қандай және соған жан-жақты талдау айтқым келіп отыр. Шын мәнінде 8.000-9.000 долларға жете ме? Сыртқы қарыздың өзі бүгінгі таңда 163 миллиард долларды құрап отыр. Соңғы уақытта статистика шықты, осы 2024 жылдың бір кварталы бойынша. Және осы 2024 жылға нақты қазір келіп отырған мәлімет 163 миллиард доллар біздің сыртқы қарызымыз. Осы сыртқы қарыздың барлығы үкімет төлеуге міндетті ме? Осыны жан-жақты талдайтын болсақ, оның өзі ішіне қарай бөлінеді. Оның ішінде ең үлкен көп бөлігін фирмааралық берешектер құрайды. Ол елімізге тартылған тікелей инвестиция деп айтуға болады. Яғни сырттан елімізге қандай да бір ірі компания келіп осы жерде өндіріс ашқан болса, осы жерге келіп инвестиция технологияларын алып келген болса, ол сыртқы қарыз болып саналады. Бірақ та ол елімізге тартылған инвестиция болғандықтан, оның қорқынышы жоғары деп айта алмаймыз. Қайда керісінше елге тартылып жатқан инвестиция, әсіресе тікелей инвестиция, егер өндіріске тартылған болса, ол қосымша елдің өндіріс мүмкіндіктерін артырып жатыр, ол қосымша экономиканың өсімін қамтамасыз етіп жатыр деп айтуға болады. Ал енді осы, демек, қазір осы көрсеткіш 92 миллиард долларды құрайды. Яғни ең көп бөлігін. Бірақ соңғы деректерге қарасақ, осы ең фирмааралық берешектерде азайған екен. Бұның азайғаны жақсы үрдіс емес, негізінде ол көбею керек. Осыған үңілгеніміз дұрыс. Фирмааралық қарыздар көп болса, елімізге тартылып жатқан инвестиция көп. Демек, ол оң үрдістер ретінде қарастырылады. Ал енді осы жерде үкімет бізде өзі көп айтатын, бізде үкіметтің қарызы 12 миллиард доллардың көлемінде деп айтады. 12 миллиард доллар, 13 миллиард доллардың шамасында деп. Міне осы статистиканы айтады да, біздің сыртқы үкіметтің қарызы көп емес деп келтіреді. Бірақ та мен осы жерде тағы да бір үңілетін, мән беретін сандарды айтқым келеді, ол өзге де секторлардың қарызы деп тұрады. Бүкіл ұлттық банктың статистикасында да солай келтіріледі. Оның көлемі 45 миллиард доллар. Міне осы өзге де секторлар деген қандай секторлар? Осыған талдау жасалыну керек менің ойымша. Оның ішінде квазимемлекеттік сектор бар. Бір реттерде осы қаңтар уақиғасы болған кезде халықтың арасынан қатты талап болып, квазимемлекеттік секторлардың қарызы қанша екенін айтсын деген талап болды. Оның квазимемлекеттік сектор дегеніміз не? Бұл мемлекеттік ұлттық компаниялар. Қазмұнайгаздың, Бәйтерек холдингі бар, Самұрық-қазынаның қарамағындағы компаниялардың барлығы бұл квазимемлекеттік сектор деп айтылады. Міне осылардың қарызы тіпті үкіметтің қарызынан да асып жығылады көп жағдайда. Және де ол компанияларда негізінен үкімет 50% акционер болғандықтан, осы қарыздарының жауапкершілігі белгілі бір дәрежеде олардың мойнына жүктеледі. Неге? Өйткені сыртқы елдер қарыз берсе, дәл осы компанияларға, ол үкіметтік компания. Артында мемлекеттік кепілдік бар деп береді, көп жағдайда. Сондықтан да бұл қарыздың үлесін біз білуіміз керекпіз. Ол шамамен осы қаңтар уақиғасына дейін, қаңтар уақиғасының тұсында бұл статистика айтылған. Бұл шамамен 20 миллиард доллардың шамасында қаражат. Демек, бұл да үкіметтің қарызы ретінде және жауапкершілігі бар қарыз ретінде бөлек айтылу керек. Бірақ ол бізде не екенін өзге де секторлардың арасында жүреді. Сондықтан мен осы жерде айтқым келеді, осы қарыздарға біз үңілу керекпіз. Ал жарай 20 миллиард долларға жуық қаражат ол квазимемлекеттік секторға тиесілі болса,
Ал тағы да 25 миллиард доллар бар ғой. Ол да өзге де секторлар деп тұр. Оның ішінде қаншалықты қайсы үкіметке қатысты, міне соған да үңілуіміз керек. Осындай мәселелерге қатысты талдау жасау өте маңызды деп білемін. Және де бізде сыртқы қарыздың көлемі көбінесе жалпы ішкі өнімге шағып есептейді. Жалпы ішкі өнімге шаққанда қанша үлесін құрайды. Қазіргі уақытта бізде жалпы ішкі өніміміз 120 триллион теңгеге жуықтаған. Соның қанша бөлігін біздің сыртқы қарызымыз құрайды. Бүгінгі таңда 24%-ын құрап отыр деген мәлімет бар. Қазақстанда бұл 30% шегінде бекітіліп отыр. 30%-дан асып кетсе, бұл критикалық деңгей деп қарастырылады да, яғни мемлекеттің қарызы жоғары болып тұр және үкіметке салмақ түсіріп жатыр деп қарастырылады. Сондықтан осы біздің жағдайда бұрында 25% болған, енді 30% қылып отыр. Есеп комитеті қадағалап отырып, осы егерде шек жақындап жатса, ескерту жасайды. Сыртқы қарыз ұлғайып бара жатыр, оны азайту керек деген. Және де осы жерде тағы да бір мәселеге тоқталып өткім келеді. Демек, егерде осы қауіпті болуы мүмкін қарыздар деп қарайтын болсақ, осы мемлекеттің жаңағы көрінбей тұрған өзге де секторларының қарыздың ішінде қанша үлесі бар екенін айқындауымыз керек. Соның барып қосып, соны жан санына бөлетін болсақ, әрине, ол халықтың арасында көп айтып жүргендей 8.000 доллар, 9.000 доллар емес, ол әлдеқайда азырақ қаражат шығады. Міне осыған үңілуіміз керек. Және де сыртқы қарыз тақырыбы айтылған кезде мен тағы да бір мән беретін дүниені айтқым келеді. Әрине, елге тартылып жатқан инвестиция, оның барлығы жақсы деп айтамыз ғой. Бірақ та тағы да ол бөлінеді. Елге тартылған инвестицияның өзі тәуелсіздік алған жылдары бері ол 360 миллиард доллардан асып жығылатын қаражат. Өкінішке қарай деп айтатыны, осы қаражаттың 90%-ы негізінен шикізаттық секторға, мұнай газ саласына, тау-кен саласына тартылған. Ал өндірістік, өнеркәсіптік салаға небәрі 10%-дан астам ғана қаражат жұмылдырылған. Сондықтан да осы жерде мән берілетін бір үлкен дүние, егер де сырттан инвестиция тартылып жатса, ол қай салаға тартылып жатыр? Тағы да шикізат саласына ма? Жоқ әлде қандай да бір завод тұрғызылып жатыр ма? Қандай да бір елімізде өндіріс ошағы ашылып жатыр ма? Завод фабрикалардың легі құрылып жатыр ма? Осыған біз көбірек көңіл бөлуіміз керекпіз. Сол кезде белгілі бір дәрежеде осы салынып жатқан қаражаттың қандай да бір ел экономикасы үшін, еліміздегі өндіріс мүмкіндіктерінің кеңеюіне жол салынып жатыр деп айтуға негіз бар. Ал сөз жоқ, өндірісі дамыған мемлекет бұл бірінші кезекте экономиканың да дамығандығын айғақтатады. Яғни өндірісі қуатты ел, экономикасы қуатты. Яғни екеуі бір-бірімен қатты байланысты. Осыған біз қатты үңілуіміз керек екенін айтқым келеді. Және де елімізге тартылып жатқан инвестицияға қатысты айтқан кезде 90-шы жылдардағы жасалған мұнай-газ саласындағы келісім шарттары туралы да айтпасқа болмайды. Қазір көп осы мәселе көтеріліп жатыр қоғамда, және ол ашық көтерілу керек деп есептеймін. Көптеген 90-шы жылдардағы жасалған келісім шарттар халықтың, елдің мүддесіне сәйкес құрылды деп айтуға келмейді. Ол кезде енді әрине көп ақталатын жағдайлар бар. Біз ол кезде ешқандай мүмкіндігіміз болмады, мұнайды бұрғылайтын ешқандай станоктарымыз болмады, ол технологиялардың бәрі келу керек болды деген мәселеде. Бірақ тағы да бір қайталап айтқым келеді, осы кездегі жасалған келісімшарттар ең әуелі халықтың мүддесіне сәйкес жасалуы керек. Өйткені осы жердегі қазба байлықтың барлығы бұл бірінші кезекте халықтың байлығы. Бұл біздің келешек ұрпақтың байлығы. Осыған біз баса назар аудару керек екенімізді атап өткім келеді. Және де соңғы уақыттарда біраз тағы талқыланып жатқан ақпараттар бар. Бұл жаңағы шетелден тағы да инвестиция тартылып жатыр. Ол қалай жұмылдырылатын болады? Осының төңірегінде біраз пікірлер қазір ақпараттық кеңістікте талқыланып жатыр. Ендігі келетін келісімшарттар қалай жасалынады? Міне осы мәселелер өте маңызды. Және де келіп жатқан инвесторларға да нақты мемлекет өзінің де талаптарын қоя білуі керек. Яғни ол бірінші кезекте елімізде завод фабрика салынса, екінші кезекте білікті мамандар Қазақстанда табылмауы мүмкін. Ол шетелден келуі мүмкін. Бірақ осы жерде шетелден келген егер мамандар болса, олар 2-3 жылдың ішінде осы жергілікті азаматтардың ішінен сол сала бойынша кәсіби қабілеттілігі жететін азаматтарды даярлап үлгеру керек деген сияқты талаптар болуы керек. Және шетелден келген тура сол бір қызметтегі азамат пен Қазақстан азаматының арасында
еңбекақы жағынан қатты айырмашылық болмау керек деген талаптар өте маңызды. Яғни осындай жақтарына біз баса назар аударуымыз керекпіз деп есептеймін. Және де елімізге тартылып жатқан осы қаражаттар бойынша және болашақта да келетін инвестициялық қаражаттар бойынша тиісті мемлекеттік органдар, нақты айтқанда үкімет, қырағылықпен жұмыс жасау керек екенін айтқым келеді. Бірінші кезекте Қазақстанның ұлттық мүддесі, экономикалық қауіпсіздігіміз, ұлттық қауіпсіздігіміз алдыңғы кезекте тұру керек деп есептеймін. Және де осы сыртқы қарыздарға байланысты айтқан кезде, әрине үкімет үшін соңғы уақыттарда қарайтын болсақ, көп қарызды ала берген тиімді ме, тиімді емес пе? Осы төңіректе өзім ойымды айтып кетсем, егер де ол сырттан берілген қарыз төмен пайызбен берілген болса, шетелдік валютада, және алғашқы жылдарда каникулмен берілген болса, яғни біраз жылдар төлемей, сосын барып төлейтіндей, ондай қарыздарды алуға болады. Оған енді біздің белгілі дәрежеде резервтік мүмкіндіктеріміз де бар, ұлттық қорымыз бар дегендей. Ал енді егер де осы сырттан берілетін қарыздар өте жоғары пайызбен берілетін болса, және де жаңағындай келісім шарттар мүлдем ыңғайсыз жағдайда жасалынатын болса, оған әрине бірінші кезекте біз жоқ деп айтуымыз керек. Бірақ соңғы уақыттарда Қазақстанның бюджетінде болып отырған тапшылық осындай қобалжуларды туғызады. Және де қазіргі Қазақстанның бюджетінің 1/4 бөлігі де сыртқы қарызды жабуға жұмылдырылып жатқандығы жақсы үрдіс емес. Осы мәселелер өте маңызды. Өйткені қаншалықты дәрежеде сыртқы қарызды қайтару қиындай түседі, егер де біздің төл теңгеміз құнсыздана бастаса, өйткені қарыз шетелдік валютада алынады. Осындай жақтары бар. Яғни бюджетке ауыр салмағын түсіретін тұстары бар. Біз осындай мәселелердің барлығын барынша ашық көрсетуіміз керекпіз деп есептеймін. Бүгін сіздермен Қазақстанның сыртқы қарызы туралы негізгі мәліметтермен бөлісіп өттім. Қызықсаңыз лайк басыңыз, қоңырау белгісін қойыңыз, комментарий жазып отырыңыз міндетті түрде, өйткені ол да маған келесі видеолар түсіруге шабыт беретін болады. Амандықта, саулықта жүздескенше.